достар. Бүгін мен сіздерге турникке тартылып үйренуге арналған лайфхактарды көрсетемін. Бұл видеоны шығару себебім Бауыржан есімді көрерменіміз осы видеоны шығаруды өтініпті, және де басқа да көрермендеріміздің көкейінде осы сұрақ мазалап жүр. Сондықтан да осы видеоны шығарамын деп шештім. Олай болса кеттік. Достар, осы мен бірінші лайфхагым. Ол үшін бізге резинканың көмегі керек. Турник және стол болмаса да болады. Резинканы алып, турникке тартылғандай тартамыз ғой. Бұл біздің арқа бұлшықетімізді дамытуға көмектеседі. Біздің арқамыз, омыртқамыз қайырлау керек. Сол кезде арқаға жақсы нагрузка түседі. Достар, біздің екінші лайфхагымыз бұл біздің тренажерді жасаймыз. Осылай тренажерді тартамыз. Ол біздің арқа бұлшықетімізді дамытады. Достар, біздің келесі үшінші лайфхагымыз бұл резинканың көмегімен және турникке резинканы байлап, осыған аяғымызды салып, осылай турниктен ұстап тартыламыз. Бұл біздің арқа бұлшықетімізді дамытуға көмектеседі. Резинканың көмегімен тартыламыз. Осылай резинканың көмегімен тартыламыз. Демді түсіргенде 2 рет демалудың арқасында үшіншісінде осылай бұлшықеттерімізді демалдырып ұзаққа дейін тартыламыз. Достар, біздің келесі жаттығуымыз бұл керісінше турникті тренажерда немесе гантель тартқандай осы жаттығуды жасаймыз өз салмағымызбен. Мына түрде орындалады. Белді тура ұстаймыз. Достар, бұл біздің соңғы лайфхагымыз. Бұны көп адамдар өстіп тартылады. Көбісі білуі де мүмкін. Турникті ұстап, сілкініп, раскачкамен тартыламыз. Бұлшықетіміз дамылғаннан кейін раскачканы бірте-бірте азайта береміз. Білмейтіндер болса көрсетейін.